Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Жұма күні 15 күні осындай қар жауа бастады. Далада тұрған ешкілерді қораға кіргізіп қойдым. Сиырлар осындай далада тұр, шөптен жеп. Мен үйге кіріп, жаңа нандарды күлшелеп қойған болатмын, нан пісірейін деп. Қазанда осындай сорпа қайнап жатыр. Көбігі қайнап кішкене бетіне шығып кетіпті. Нанның бетіне жұмыртқасын жағып, күнжутын сеуіп, пісіріп алдым. Осындай лепешка етіп пісірген нан жақсы желінеді. Осындай болып шықты. Одан кейін жаңа немді ертең демалыс қой деп, пирожки деп пісіре салдым. Картошкамен ғана пісірдім, капустамен аса желінбейді. Картошкамен пісірдім. Демалыс күндері бала-шаға жеп қояды. Желпек пісірген жоқпын, өйткені пирожки біраз болып еді пісірмегеніме. Айтпақшы, ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Осылай пирожкиларымды тез-тез түйіп, пісіріп алдым. Осыншалықты болып шықты. Ана кішкентай тұрған тарелкадағы пирожкиді салафанға салып, көрші апаға апарып бердім. Бүгін күн жұма ғой деп, ораза жаңағы ауыз ашқанда жейді деп. Мәз болып қалды. Ал мына шедеврді осылай жуып тастадым, жинастырып. Сау болыңыздар.